Францияда өтіп жатқан Еуро 2016 жарыстың тарихындағы ең ірі турнир. Бұрын тек 16 құрама қатысып келсе, биыл 24 құрама бақ сынап жатыр. Сондықтан биылғы турнирдегі матчтар, ойын өтетін стадиондар мен көрермендер саны бұрынғыдан көп. Сәйкесінше түсетін табыс көлемі де артады. Жарысқа қатысатын елдердің санына байланысты келетін жанкүйерлер де көбеюде. 2012 жылғы чемпионатпен салыстырғанда биыл УЕФА билеттер санын 25%-ға арттырған. Билет саудасынан түсетін табыс 1 миллион евро болады деп болжанып отыр. Демеушілерден келетін пайда болса 2012 жылдан 40%-ға көп. Қалған ақша матчтардың тікелей көрсетілімі есебінен түседі. Футбол трансляциясының бағасы қымбат болғандықтан Испания мен Италия телеарналары сатып алудан бас тартқан еді. Соған қарамастан трансляциядан түсетін пайданың 4-тен 3-ін еуропалық арналары өндіріп береді. Франция үкіметі жұмсаған қаржы көлемі 2 миллиардтан астам. Турнир өтетін стадиондарды жөндеп, жаңа спорт кешендерін тұрғызу үшін 1,7 миллиард евро жұмсалған. Париждегі 10 қараша терактісінен кейін үкімет қауіпсіздікке ерекше назар салды. Жалпы саны 80 мың полицей мен 12 мың жеке күзет қызметкері тыныштыққа жауап береді. Франция үшін жарыстан түсетін табыс теңіздегі тамшыдай ғана болмақ дейді сарапшылар. Турнирдің экономикалық әсері 1,3 миллиард доллар болады деп болжануда. Оның басым көпшілігі матч көруге келген туристердің қаржысы есебінен болмақ. Bloomberg сарапшылары шығындар мен табыстарды салыстыра келе, турнирдің Францияның экономиканың өсуіне тиімділігі аз болады және ол ұзаққа созылмайды деген қорытынды жасады.